Әл-Бақара сүресі 274-281 аяттар. Күндіз болсын, түн болсын, жария болсын, жасырын болсын. Өз мал-мүліктерін садақаға жұмсағандардың сауаптары Құдайдың құзырында дайындалып қойылған. Ондай тақуа жандарда қорқыныш болмайды. Жүректерін қайғы-қасірет шалмайды. Өсімқорлықтан пайда көргендер кейін қиямет күні моласынан шайтан ұрған адамдай сенделіп тұратын болады. Бұл олардың сауда дегеннің өзі өсім ғой деген қате пікірлерінің жазасы. Алла саудаға рұқсат бергенімен өсімқорлыққа тыйым салды. Кімде-кім Алладан ескерту келгеннен кейін харамнан тыйылар болса, оның өткені кешіріліп, ісі Алланың тура жолына қарай бұрылады. Ал кімде-кім харамды қайталар болса, олардың орны тозақ болады. Олар онда мәңгі қалады. Алла өсімқорлықтан түскен пайданың берекесін жойып жібереді. Ал садақа берген жандардың ырысын арттырады. Кінәлі істерден айнымай қасарысқан күнәһарларды Алла жақсы көрмейді. Ақиқатын айтар болсақ, кім иман келтіріп, ізгі амалдар жасаса, әрі намаз оқыса, зекет беріп тазарса, ол үшін Раббыларының құзырында мол сауап бар. Қияметте оларға қорқыныш та болмайды, және де ондай жандар қайғы-қасіретте шекпейді. Уа иман келтірген жандар! Егер де иман келтіргендерің шын болса, Алладан қорқыңдар да өсімқорлықтан түскен пайдаға жоламаңдар. Ал егер де бұлай істемейді екенсіңдер, онда естеріңде болсын. Алла мен елшісі сендерге қарсы майдан ашты деп біліңдер. Егер де тәубеге келсеңдер, о бастағы өз ақшаларыңды пайыз қоспастан алыңдар. Өздерің әділетсіздікке бармасаңдар, сендерге де әділетсіздік жасалмайды. Егер де сенен қарыз алған адамның жағдайы қиын болса, онда оған уақыт беріп, жағдайы жасарғанша күткен жөн. Біле білсеңдер, ондағы қарызды кешіріп, садақаға айналдырсаңдар, өздерің үшін қайырлы. Аллаға қайтар қиямет күнінен сақтаныңдар. Ол кезде әрбір адам өзінің істеген істерінің ғана нәтижесін көреді. Ешкімге де қиянат жасалмайды.